Өз энергияңды қалай басқаруға болады? Джо Диспенза. Күш бұл сырттан берілетін нәрсе емес. Бұл сыртқы әлемнен іздейтін дүние емес. Бұл сіздің ішіңізде бұрыннан бар нәрсе. Әрқашан болған және сіз оны мойындаған сәтті күтіп тұрған күш. Қазір өз күшіңізді сезінбей тұрғаныңыздың жалғыз себебі бір кезде сізге оны ұмытып кетуді үйретті. Өзіңізді бала кезіңізде есіңізге түсіріңіз. Сол шақта әлем сізге кім болуыңыз керек екенін айтып үлгермеген кезде. Басқалардың үміті, пікірі, қорқынышы сіздің шынайы болмысыңызды басып тастамай тұрған кезде. Сол кезде сіз өзіңіздің құныңызға күмәнданған жоқсыз. Өз-өзіңізді еркін көрсетуден қорыққан жоқсыз. Өз құндылығыңызды түсіну үшін өзгелердің мақұлдауына мұқтаж болған жоқсыз. Сіз өзіңіздің табиғи болмысыңызда өмір сүрдіңіз. Еркін, бүтін, сыртқы жағдайлардың ауыртпалығынан сынбаған күйде. Бірақ бір күні сіз өзіңізге күмәндануды үйрендіңіз. Мүмкін бұл кездейсоқ айтылған сөздерден, біреудің сізді қабылдамаған сәтінен, немесе өзіңізге шынайы құндылығыңыздан төмен екеніңізді сендірген оқиғалар тізбегінен болған шығар. Мүмкін сізге ерекшеленбеуді, ыңғайлы болуды, өзіңіздің қалауыңызды емес, басқалардың тілегін жоғары қоюды үйреткен шығар. Өзіңіздің арманыңыз бен ұмтылысыңыз маңызды емес секілді сездірген шығар. Сіз өзіңізді өзгелердің үмітіне бейімдеп, бейсаналы түрде өз күшіңізді беріп қойдыңыз. Бірақ шындық мынада: күш ешқашан жоғалмайды. Ол тек өзіңізге тиесілі емес, өзгенің сенімдерінің астында жасырылған. Енді сол күшті қайтарудың уақыты келді. Өз күшіңізді қайтару үшін алдымен оны қашан, қай жерде бергеніңізді түсінуіңіз керек. Шешім қабылдамас бұрын өзгелердің мақұлдауын күтіп жүрсіз бе? Шындықты айтуға қорқасыз ба? Өйткені сізді сынайды деп ойлайсыз ба? Өзгелердің қасында өзіңізді кішірейтіп, олар сізден артық деп сезінесіз бе? Сіз әр жолы өзіңізді кішірейткен сайын, басқаларға ыңғайлы болу үшін өз дауысыңызды басқан сайын, өзіңізге
мен әлі дайын емеспін, мен лайық емеспін, мен жеткіліксізбін деген сайын сіз өз күшіңізді беріп жатырсыз. Бірақ сол сәтте сіз өзіңізге мығым шешім қабылдағанда, мен енді басқалардың ыңғайына жығылмаймын деген сәтте бәрі өзгереді. Сіз бұрын сыртқа таратып жіберген энергияңыз сізге қайта оралады. Сол кезде сіз қайтадан өзіңіздің шынайы болмысыңызға ораласыз. Бүтін, мықты, еркін күйіңізге. Қазір терең тыныс алыңыз. Энергияңыздың қайтадан ішіңізге оралып жатқанын, өз орнын тауып жатқанын сезініңіз. Сіздің күшіңіз, сіздің таңдауыңызда. Әр жолы сіз өзіңізге қызмет етпейтін нәрсеге жоқ деген сайын өз күшіңізді қайтарасыз. Әр жолы сіз шекара қойып, сол шекарада берік тұрған сайын өз күшіңізді қайтарасыз. Әр жолы сіз күмәнға қарамастан өзіңізге сенуді таңдаған сайын өз күшіңізді қайтарасыз. Бұл біреуге үстемдік ету немесе басқару емес. Бұл өз шындығыңызда берік тұру. Белгісіздік алдында тайсалмау. Бұл бүтін болу үшін ешкімнің мақұлдауы қажет емес екенін түсіну. Сіз өз күшіңізді қайтарған кезде күтуді қоясыз. Идеалды сәтті күтуді қоясыз. Біреудің рұқсатын күтуді қоясыз. Әлем алдымен сізді мойындау керек деген ойдан бас тартасыз. Өйткені сіз өзіңізді таңдаған сәтте өзіңізді қазірдің өзінде жеткілікті, лайықты деп шешкен сәтте сізді тоқтату мүмкін болмайды. Қазір көзіңізді жұмыңыз да терең тыныс алыңыз. Әр тыныс алған сайын өз энергияңыздың көтеріліп жатқанын сезініңіз. Әр дем шығарған сайын ескі шектеулердің ауырлығын жіберіңіз. Бұл сіздің күшіңіз. Ол әрқашан сізде болған. Оны сізден ешкім тартып ала алмайды. Егер сіз өзіңіз оған рұқсат етпесеңіз. Өткен бұл жай ғана тарих. Бұл сіздің өзіңізді және әлемді қабылдауыңызды қалыптастырған сәттер, шешімдер мен тәжірибелер жинағы. Бәлкім, бұл тарих сен ойлағандай шындық емес шығар. Мүмкін,
Сен өткеніңе қарап қалыптастырған болмысың, өзіңнің ішкі әлеуетіңе жетуге кедергі жасап тұрған шығар. Сіз өткеннің негізінде құрып алған бейнеңіз шын мәнінде сіздің өз шынайы күшіңізге кіруіңізге кедергі болып тұрса ше. Көптеген адамдар ескі эмоцияларға қайта оралып, сол өткен жарақаттарды қайталап, өмірге бұрынғы болмысының призмасы арқылы қарап, сол шеңберде қалып қояды. Олар жадыны жеке тұлға деп қабылдайды. Олар сенеді. Маған бірдеңе болған болса, бұл мені анықтайды деп ойлайды. Бірақ өткен бұл үкім емес. Бұл сізді байлап ұстайтын шын жыр емес. Өткен бұл тек бастау нүктесі. Сізде таңдау бар. Өткеннің сізге қаншалықты әсер ететініне билік әрқашан тек өз қолыңызда. Көзіңізді жұмыңыз және өзіңіздің бұрынғы, енді өсіп кеткен, артта қалған нұсқаңызды елестетіңіз. Мүмкін ол өз ойын ашық айтуға қорыққан бөлігіңіз. Бәлкім, ол азға келіскен, азды қанағат еткен жағыңыз. Мүмкін, ол махаббатқа лайық болу үшін бәрін дәлелдеу керек деп сенген жағыңыз. Өз орныңызға сәйкес келмейтін, кеңістікке бейімделуге тырысқан жағыңыз. Бірақ сол нұсқаңыз бекер болған жоқ. Ол сол сәттегі білгені, қолындағы мүмкіндігі мен сенімдері арқылы ең жақсысын жасауға тырысты. Бірақ бұл сіз емес. Сіз қазір қандай болсаңыз, сол сіздің шынайы болмысыңыз. Ал өткеніңіз болашағыңызды анықтауға міндетті емес. Өткеннің сізді әлі де ұстап тұрғанының жалғыз себебі сіз онымен байланысуды жалғастырып келесіз. Әр жолы ескі жараңызды қайта ойға алғанда, бұрынғы шектеулермен өзіңізді байланыстырып, сол бір өзіңізді төмендететін, құнсыздандыратын ескі әңгімені қайталаған сайын сіз өткенді қазіргі шынайылығыңызда қайта бекітіп жүрсіз. Бірақ дәл қазір сол өткенді жіберемін деп шешсеңіз, қалай болады? Өткенді жіберу, бұл оны ұмыту, немесе ештеңе болмағандай кейіп таныту емес. Бұл сол ауыр өткеннің жүгін арқаңызда тасымаймын деп саналы түрде таңдау жасау. Бұл сіз өз тәжірибеңізден әлде қайда үлкен, әлде қайда құнды екеніңізді дәл қазір түсіну. Сіздің миыңыз таныс нәрсені іздейді.
Ол үнемі ескі эмоцияларға, ойларға, мінез-құлық үлгілеріне қайта оралғысы келеді. Өйткені ол қауіпсіз сезіледі. Бірақ сіз бұл өмірге өткенде тұрып қалу үшін келген жоқсыз. Сіз бұл өмірге жаңа нәрсе жасау үшін келдіңіз. Елестетіңіз. Сіз қолыңызда ауыр сөмке ұстап тұрсыз. Ол сізге енді қызмет етпейтін барлық нәрсемен толы. Ішінде өкініштер, көңіл қалулар, ауыр естеліктер, сіздің ескі, өзекті емес нұсқаларыңыз бар. Сол сөмкенің салмағын сезініңіз. Оны күн сайын арқалап жүру қаншалықты шаршататынын сезініңіз. Енді елестетіңізші. Сіз сол ауыр сөмкені жерге қойып жатсыз. Сіз оны босаттыңыз. Бұл оны елемеймін деген сөз емес. Бұл оның енді сізді анықтамайтынын түсіну. Терең тыныс алыңыз. Бұрын ескі жаралар, ауыр естеліктер, орын алып тұрған кеңістіктің босап жатқанын сезініңіз. Бұл кеңістік жаңа сенімдерге, жаңа мүмкіндіктерге, өзіңіздің жаңа шынайы күшіңізге сай келетін нұсқаңызға арналған. Өткеніңізді ешкімге түсіндіруге міндетті емессіз. Тіпті өзіңізге де өсуіңізді дәлелдеудің қажеті жоқ. Ең маңыздысы дәл осы сәттегі таңдауыңыз. Сіз өмірге бұрынғы болмысыңыздың көзқарасымен қарауды жалғастырасыз ба? Әлде толық еркіндікке қадам басып, өзіңіздің шексіз әлеуетіңізге кіресіз бе? Бұл тек сіздің таңдауыңыз. Сіздің өміріңіздегі барлық нәрсе, сезімдеріңіз, ойларыңыз, тәжірибелеріңіз, бұл энергия. Сіз таңертең қалай оянасыз? Адамдармен қалай қарым-қатынас жасайсыз? Қиындықтарға қалай жауап бересіз? Мұның бәрі сіздің энергияңыздың көрінісі. Сіз оны саналы түрде басқарасыз ба? Әлде бейсаналы түрде сол энергия сізді басқара ма? Бұл сіздің таңдауыңыз. Адамдардың көбі өмірде өздері қандай энергиямен жүргенін елемейді. Олар өз ішкі күйін сыртқы жағдайға тәуелді етіп қояды. Егер бір нәрсе жақсы болса, көңіл күйі жақсы. Егер бір нәрсе ойдағыдай болмаса, көңіл күйі
түсіп кетеді. Олар өмірде үнемі реакция берумен өмір сүреді. Бірақ өз шынайы өмірін құрып жатқан жоқ. Ал ересек адам өмірге жай жауап бермейді. Ол өз өмірін өзі басқарады. Ол сыртқы жағдайлардың өз ішкі күйін анықтауына жол бермейді. Ол өзі қалай сезінуін, қалай ойлауын, және бұл әлемде қалай қадам басуын өзі таңдайды. Сол таңдаудың нәтижесінде әлем оған бейімделеді. Терең тыныс алыңыз. Энергияңыздың қалай қозғалып жатқанын сезініңіз. Сіз тек дене емессіз. Сіз тек ақыл емессіз. Сіз вибрациямен толтырылған тірі энергия өрісісіз. Осы вибрация сіздің не тартатыныңызды, сіздің өміріңізде қандай оқиғалар болатынын және адамдар сізге қалай жауап қайтаратынын анықтайды. Есіңізге түсіріңізші, сіз бір бөлмеге кіргенде әлде кімнің бар екенін, оның сөйлемей жатып-ақ сезген сәтіңіз болды ма? Мүмкін бұл ол адамнан тараған сенімділік болған шығар. Немесе бұл ол адамның арқалап жүрген ауыр энергиясы болған шығар. Сіз оны бір ауыз сөз естімей-ақ сездіңіз. Бұл энергия. Бұл шынайы. Сіз оны сезінесіз бе? Сезінбейсіз бе? Сіз үнемі өз сигналыңызды таратып жүрсіз. Өзіңізден сұраңыз. Мен әлемге қандай энергиямен бөлісіп жүрмін? Мен өмірде сенімділікпен, анықтықпен және ішкі күшпен жүріп келемін бе? Әлде мен бейсаналы түрде қорқыныш, күмән, сенімсіздіктің мені басқаруына жол беріп жүрмін бе? Сіз өз энергияңызды басқара бастаған кезде сіз реакциямен өмір сүруді тоқтатасыз. Сыртқы жағдайлар сіздің ішкі тепе-теңдігіңізді бұза алмайтын болады. Оның орнына сіз саналы бола бастайсыз. Және өз күйіңізді әдейі таңдайсыз. Сіз өзіңіз қалай сезінгіңіз келетінін шешесіз. Және сол сезімді әлем сізге себеп бермей тұрып-ақ өзіңізде қалыптастырасыз. Елестетіңізші, сіз кез келген ортаға абсолютті сенімділік энергиясымен кіріп барасыз. Бұл
тәкаппарлық емес. Бұл терең, тамырын тереңге жіберген ішкі күш. Елестетіңіз, сіздің тек қатысуыңыздың өзі айналадағы атмосфераны өзгертіп жібереді. Бұл дәлелдеуді немесе біреуге мәжбүрлеуді қажет етпейтін нәрсе. Бұл сіздің болмысыңыз. Ал осы болмысты ашу санадан басталады. Күнделікті өмірде өзіңіз қандай энергия алып жүргеніңізге назар аударыңыз. Денеңізде ауырлық сезіле ме? Ойыңыз ескі шектеулерге қайта түсіп кетеді ме? Өз жарқырауыңызды азайтып, айналадағы адамдардың деңгейіне бейімделіп қаласыз ба? Сіз мұны аңғарған сәттен бастап, өз энергияңызды өзгертуге күш қайта оралады. Терең тыныс алыңыз, елестетіңіз. Сіздің ішіңізден алтын түстес жарық таралып жатыр. Күшті, мызғымас жарық. Бұл сіздің табиғи күйіңіз. Қуатты, тартатын, сөзсіз қабылданатын күй. Сізге кеңістікті иелену үшін біреуден рұқсат сұраудың қажеті жоқ. Өзіңізге сенімді болу үшін біреудің мақұлдауы керек емес. Сіз өз энергияңызды басқаруды шешкен сәтте айналаңыздағы әлемде жауап бере бастайды. Нағыз көшбасшылық бұл бақылау емес, мәртебе емес, өзгелерге күштеп танылатын билік емес. Бұл өз құндылығыңды дәлелдеу немесе билік арқылы мойындатуға тырысу емес. Шынайы көшбасшылық бұл адамдардың өмірін өзгерту, құрметке ие болу, және ол махаббат пен ішкі күштен бастау алады. Ересек адам қорқыныш арқылы соңынан ертпейді. Ол адамдарды манипуляцияламайды, жаншымайды, үстемдікке ұмтылмайды. Ол өзі терең сеніміне сүйене отырып, берік, нық сеніммен бастай біледі. Ол жақсы түсінеді, шынайы күш сырттан емес, іштен келеді. Оның қуаты сөздерінің даусында емес, оның өз болмысының сенімділігінде. Оның махаббаты бос сөздерде емес, оның осы өмірде өзін қалай алып жүретінінде, өзгелерді қалай шабыттандыратындығында, қорқыныштың оның жолын басқаруына жол бермейтінінде. Махаббат пен күш бұл қарама-қайшылық емес,
Бұл бір медальдің екі жағы. Махаббат күшсіз болса, ол сіздің мейірімділігіңізді өзгелердің пайдаланатын әлсіздікке айналуы мүмкін. Ал күш махаббатсыз болса, ол қатыгездікке айналып, адамдарды өзіңізден алыстатуы мүмкін. Бірақ осы екеуі тепе-теңдікте болған кезде сізді тоқтату мүмкін емес. Махаббатпен алға бастау бұл қорқыныштан емес, жүректен, мейірімділіктен әрекет ету. Бұл өз құндылығыңызды соншалықты терең түсіну, өзгелердің табысы сізді қорқытпайтын деңгейге жету. Сізге ештеңені дәлелдеудің қажеті жоқ. Өйткені сіз қазірдің өзінде өзіңіздің кім екеніңізді жақсы білесіз. Күш арқылы алға бастау, бұл өз шекараңызды сенімді түрде анықтау. Бұл өз құндылықтарыңыздан бас тартпай, өзіңізді кішірейтпей, жасырып жаппай, кім қарап тұрғанына қарамастан толық ашылып көріну. Күш бұл агрессия немесе біреуге өз еркіңді таңу емес. Нағыз күш бұл сабырлы, мызғымас сенім. Сіз өз тағдырыңызды өзіңіз қалыптастыратыныңызға деген сенім. Нағыз күш бұл сабырлы, мызғымас сенім. Сіз өз тағдырыңызды өзіңіз қалыптастыратындығыңызға деген сенім. Бір сәтке тоқтап, өз өміріңізде қалай көрініп жүргеніңіз туралы ойланып көріңіз. Сіз махаббат пен күш арқылы алға жетелеп жүрсіз бе? Әлде сіз тұрақты бағыт ұстай алмай, өмір толқынында теңселіп жүрсіз бе? Өзіңізді ұмытып, басқаларға тым көп беріп қоясыз ба? Немесе керісінше, өз ұстанымыңызды берік ұстап, бірақ шынайы жақындықтан, терең байланысты сезінуден жабулы жүрсіз бе? Махаббатпен және күшпен алға бастау үшін алдымен өз өзіңізді басқара білуді үйрену керек. Егер сіз өз шекараңызды құрметтемесеңіз, басқалардан құрмет күтудің қажеті жоқ. Егер сіз ішкі дүниеңізде әлі де өзіңізге сенімсіз болсаңыз, өзгелерден мойындау күтудің қажеті жоқ. Егер сіз басқаларға ұнау үшін өзіңізді құртып жүрсеңіз, өзгелерді шабыттандыру да мүмкін емес. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Егер мен өз күшімді толық қабылдасам, қалай жүрер едім? Егер мен өзгелердің мақұлдауын іздемесем, қалай сөйлер едім?
егер мені ешкім тастап кетпейді, ешкім мені қабылдамай қоймайды, мен әрдайым толық, бүтін екенімді білсем, қалай сүйер едім? Сіз махаббатпен алға бастасаңыз, тек өзіңізді ғана емес, айналаңыздағы барлық адамды көтересіз. Адамдарға сіз сөз арқылы емес, тек өз болмысыңызбен ақ шабыт сыйлайсыз. Сіз күшпен алға басқанда, өткеннің болашағыңызды анықтауына жол бермейсіз. Сіз алға сенімді қадам басып келесіз. Өйткені қалаған өмірге лайық екеніңізді білесіз. Бұл сізге біреу рұқсат бергендіктен емес, өзіңіз сол өмірді таңдағаныңыз үшін. Сіз ешкімді мәжбүрлемейсіз, ештеңені дәлелдеудің де қажеті жоқ. Сіз құрметті сұрамайсыз. Сіз оны өз болмысыңызбен шығарасыз. Сіз махаббатты талап етпейсіз. Сіз оны шын жүректен бересіз. Сіз күшті іздемейсіз. Сіздің өзіңіз сол күштің өзі. Сіз бұл өмірге ұсақ түйекпен айналысу үшін келген жоқсыз. Сіз бұл өмірге қорқыныштың, күмәннің, немесе өткен шақтың көлеңкесінде өмір сүру үшін келген жоқсыз. Сіз бұл өмірге өрлеу үшін келдіңіз. Сіз бұл өмірге өз күшіңізді қайтару үшін келдіңіз. Өз өміріңіздің ең жақсы нұсқасына айналу үшін келдіңіз. Сіз өткеннің енді қызмет етпейтін тұстарын артта қалдыру үшін осындасыз. Сіз өз энергияңызды махаббатпен және күшпен сенімді түрде басқару үшін келдіңіз. Осы сәттен бастап бәрі реттеле бастайды. Әлем сіздің энергияңызға жауап қайтарады. Сіз күмәндануды тоқтатқан кезде мүмкіндіктер есігін ашады. Сіз өзіңізге лайық, құрметті белгілеген кезде адамдар сізді құрметтей бастайды. Өмір сіз өзіңізге қандай баға берсеңіз, соны көрсететін болады. Сондықтан басыңызды жоғары көтеріңіз. Нық мақсатпен жүріңіз, сөздеріңіз анық болсын. Өз күшіңізді сабырмен, сұлулықпен алып жүріңіз. Өзіңіздің құндылығыңызды сезіну, сізге ашық болуға, өз күшті де, әлсіз де тұстарыңызды бөлісуге мүмкіндік береді. Осындай шынайылық, терең және мәнді қарым-қатынас орнатуға алып келеді. Бұл сізге өмірдегі қиындықтарды жақсырақ шешуге және дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Сіз интуицияңызға бұрынғыдан да көбірек сенесіз.
шешімдерді сенімді түрде қабылдайсыз және мүмкін болатын нұсқаларды анық әрі байыппен бағалай аласыз. Өзіңізге деген күмән азаяды. Мазасыздық пен шешімсіздікке берілмейсіз. Сіз өз қабілеттеріңізге сенген кезде батыл мақсаттар қоюға көбірек бейім боласыз. Ал қолымнан келмейді деген шектеулі сенімдер сізді тоқтата алмайды. Сіз үлкен армандай аласыз және сол армандарды жүзеге асыру үшін нақты әрекеттер жасайсыз. Нұрлы ой арнасына жазылыңыз және барлық жаңалықтарды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басыңыз. Сізге табыс, үйлесім және өркендеу тілейміз.